Қазақстанда жаңа мұнай кеніші ашылды. Ондағы көмірсутегінің қоры 200 миллион тоннадан асып жығылады. Бұл туралы бүгін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жетекшісі Қайыргелді Қабылдин мәлімдеді. Осылайша ол елордадағы инвестициялық форумға қатысушыларды елең еткізіп, Қазақстанға қаражат құюға шақырды. Қаржы министрлігінің өкілдері инвестициялық қоржын бүйірін толтыруға бел шеше кірісіп кетті. Болашақ инвесторлармен келіссөзді тіпті Тәуелсіздік сарайына кірмей жатып бастады. Ал вице-премьер Әсет Исекешев Батыс Европа, Батыс Қытай көлік дәлізінің салынуы елдің инвестициялық мүмкіндігін едәуір кеңітерін айтып, инновацияға бет бұрған кәсіпорындарға билік барынша қолдау көрсететініне сендірді. Президент сказал, крупные компании для пользователей, поэтому мы сейчас изучаем. Елбасы жергілікті кәсіпорындар инновациялық бағытқа баса көңіл бөлу керек екендігін айтты. Қазір арнайы заң жобасын даярлап жатырмыз. Сонда бәрі қамтылады. Инновациялық бағыттың бүршік атқан бұтағының алғашқы жемісі де көрінді. Тәуелсіздік алғалы тұңғыш рет жаңа мұнай кеніші ашылып, 4000 метр тереңдікте геологиялық зерттеу жүргізілді. Кеше сол бірінші скважинаны испытаниеға қойғанда біз үлкен мұнай кен орнын аштық деп, сондай бүгінгі сондай қуанышты хабар естідік. Ол мұнай кен орнында ең кемінде 200 миллиондай мұнай болады. Ақтөбе облысында табылған кеніш туралы ақпарат инвесторларды елең еткізді. Десек те Европалық қайта құру мен даму банкінің президенті Томас Миров Қазақстан әлі де болса инфрақұрылымды жетілдіре түсу қажет екендігіне тоқталды. Энергия ресурстармен қатар азық-түлік өндірісіне де дем беру керек деді ол. Қазақстан қолда бар ауыл шаруашылық әлеуетін толық пайдаланбай отырған елдер ішінде топ бастап тұр. Қазір әлемде азық-түлік бағасының қымбаттап бара жатқанын ескерсек, бұл салаға ерекше көңіл бөлмесе болмайды. Қазақстанға Европалық қайта құру және даму банкі құйған инвестициялардың жалпы сомасы 12 миллиард долларға жетті. Соның 70% жеке секторға бағытталған. Инвестициялық форум Қазақстан кәсіпорындарының бірегей көрмесіне ұласады. Жамбылат Серікбай, Нұржан Махмутов, Алмас Жүлібаев, Астана.